Неліктен кеменің корпусына бөтелке орады? Бұл адам кеменің корпусына соғып сындыру үшін бөтелкені бірнеше рет лақтырады. Бірақ ол мұны істей алмаған кезде, бүгін теңізге шығуы тиіс рейс шұғыл түрде тоқтатылып, кеменің өзін темір-терсекке бөлшектеп тастады. Бірақ олар мұны не үшін істеді? Мұның бәрі әлгі бөтелкеге байланысты. Әдетте жаңа кеме салынғаннан кейін, оның алғашқы сапарының алдында корпусына бөтелке соғып сындырады. Бұл кемеге бірден сызат түсіру немесе зақымдау үшін жасалмайды. Көптеген теңізшілер кеме корпусына бөтелке сындыруды жақсы ырым деп санайды. Егер бөтелке сынса, бұл кемеде ешқандай апат болмайтынын және аман-есен жүзуге болатынын белгісі. Алайда егер бөтелкені бірнеше талпыныстан кейін де сындыру мүмкін болмаса, бұл кеменің қауіпті екенін білдіретін белгі. Мұндай жағдайда сапар шұғыл тоқтатылып, кеме жойылады. Тіпті ол миллиондаған доллар тұрса да. Бұл ережені тек бір ғана кеме бұзған болатын. Ол Титаник. Оның негізін қалаушылар бұл дәстүрді ескірген деп санап, кемені аттандырар алдында бөтелке сындырмаған. Нәтижесінде ол өзінің алғашқы сапарындағы батып кетіп, 2500 адамның өмірін қиды. Ал апаттың шынайы кадрларын TikTok іздеуіне «Крушение Титаника» деп жазып көруге болады.